Ассалаумағалейкум. Бұл Жалғыз Апаннан 6 километр жерде қорым екен. Құрманғазы аудан сүйіндік жақта бір 2-3 құлпытасы бар, оқылатын бар, оқылмайтын бар. Жайықтардың құлпытасын көріп отыр. Мына тұрған курган, төбешік, сарматтық кургандар кезіндегі алтын адамдар шыққан. Енді кәдімгі құлпытасты көрейік. Так, жайық руғылық дейді. Молла Шамуддин Төреш молла ұлы 32 жасында опат болды. 1927 жылда 12-ші хутта дейді. Хут айы тасты қойды несадық дейді. Садық інісі деген сөзі бар. Несе деп тұр. Дүркен інісі садық дейді ғой. Так, мына жерде Хумаллах Таала дейді. Так, мына жағындағы рахмат деп кетіп отыр. Ана жерде бір құлпытас бір көрсетіп жіберейін. Дұрыс оқылмайды енді. Мына құм жақтағы тастардың жазуларында кішкене ерекшеліктер бар. Махамбет үйінде жылой жақтарға қараған деген сияқты, Қызылқоғаға қарағандағы деген сияқты. Материалының сапасында да басқа, материалының басқа карьерден келген, Османға жақын карьерлерден келген. Орда жақтарда көп мұндай материал тастар. Сосын жазу стилі де сондай. Тек мына тайфасы тұр. Сату тайфасы сияқты. Сату тайфасы болуы мүмкін. Так, басқа не көрді, бірдеме ғылы кетті. Есімдер дұрыс көрінбей тұр екен. Так, опат 1904 дейді. 40 жасында. Так, қойды. Баласы Яманғали деп тұр. Жаманғали бұлар. Таңбасы бір қызықтау сол жүрген. Яманғали. Жерде бір құлпытастар, бұл енді оқылмайды. Жайық екені көрініп тұр. Першіру жайық тайфасы деп кетіп жатыр. Қасында мына жерде қыстақ тұр.